Ал енді past simple'ды біз қарастырып аяқтадық. Мен оны әлі өшірген жоқпын. Қазір біз сіздермен future simple'ды қарастырамыз. Яғни бұл жай келер шақ. Енді болатын іс-әрекет, will арқылы жасалынады. Мысалға, I will, не десек? I will take a pen дей салайықшы. Міне, мен аламын қаламды. Take алу, келер шақта тұр. Міне, I will take a pen. Мен аламын қаламды. Кім алады? Мен аламын. Бұл бізде active voice. Кім көрсетілген, кім істейтіні. Енді маған не деп айту керек? Қалам алынады болашақта, енді алынады, мен арқылы деп айту үшін future simple'ды былай өзгертесіздер. Will be плюс verb 3. Значит, не алынады? Қалам, a pen, арғарай, will be, take'тің үшінші формасы бізде taken болады, a pen will be taken by me. То есть, енді деген сөз will be, енді болатын іс-әрекет. Қалам алынады, мен арқылы, в будущем деген сияқты. Так, he sheet'та біреуін көрсетемін мысалға. He will catch mice. Маустың көпше түрі бізде mice. Яғни ол ұстайды нелерді? Тышқандарды. Тышқандар көпше түрінде болғандықтан мен артикль қойған жоқпын. Енді кім ұстайды? Ол ұстайды. Бұл бізде active voice, бұл бізде ырықты етіс. Енді соның нәтижесінде не ұсталынады? Тышқандар. Сонда біз оны қалай өзгертеміз? Mice. Mice көпше түрінде тұр. Бірақ жекеше ма, көпше ма бәрінде will be болады. Так, catch-тің таблицасын қарайтын болсаңыздар, үшінші форма caught болады. Мынау третья формада тұр. Mice will be caught by him. То есть переводится, тышқандар ұсталынады ол арқылы деп. Енді сұрақта не істейсіздер? Екеуінде де сұрақ бірдей болады. Will-ды алдыға жібересіздер. Мысалға, will I take a pen? Мен аламын ба қаламды? Акцент менде тұр. Яғни жауап сен болады. Yes, you will. Сен аласың. Ал мына жерде не істейсіздер? Бұл жерде тоже will-ды алдыға жібересіздер. Will be бірге жүрмейді. Сонда сұрақ не болады? Will a pen be, көрдіңіздер ма? Be қай жерде қалды? Be taken by me. Қалам алына ма мен арқылы? Акцент менде емес, қаламда тұр. Яғни жауап yes, it will болады. Сыймай қалды кішкене. Yes, it will. Жоқ болса, no, it won't болады. Бұл жерде тоже сұрақ. Енді болымсызын көрсетейін, мен алмаймын. Will not'ты қосқан кезде бізде былай шығады дегенбіз. I won't take a pen. Мен алмаймын қаламды. Болымсыз негатив жасадық. Енді мына жерде не деп айту керек? Қалам алынбайды. Тура солай. A pen. Willға not'ты қосасындар екеуі қысқарады. Won't болады. A pen won't be taken by me. Қалам алынбайды болашақта мен арқылы. Жалпы бізде simple шақтарына passive voice осы. Келесі сабақтарда біз сіздермен continuous қарастырамыз. See ya.